Сәлем достар, сендермен бірге Призма арнасы. Оңтүстік Корея дегенде ең алдымен кәріс фильмдері, сериалдары және әдемі актер-актрисалар еске түседі. Дәл осы видеомда Оңтүстік Корея жайлы өте қызықты мәліметтер айтатын боламын. Және ең бастысы, неге кәрістер жас көрінеді және әдемі көрінеді деген сұрақтарға барынша терең жауап айтатын боламын. Ал сіз құр отырмай арнаға жазылып, осы видеоға лайк басып жайғасып отырыңыз. Ал біз бастаймыз. Оңтүстік Кореяның ауданы 99 мың км квадрат, ал халық саны 52 миллион адам. Мемлекеттік тілі кәріс тілі. Ел тәуелсіздігін 1945 жылы 1 тамызда Жапония империясынан алған болатын. Толық кәрістер өте сирек кездеседі, ал семіздері жоқтың қасы. Ұялы телефон бәрінде бар. Тіпті қаңғыбастардың өзі телефонмен жүреді екен. Кореяда сауда-саттықтың қызған уақыты кешкі 7-8-ден кейін басталады, және кейбір жерлерде одан да кеш басталады. Мүгедек болмаса, барлық жігіттер әскерге қызмет етіп, отан алдындағы борышын өтеуге міндетті. Оңтүстік Кореяда мемлекеттік мектепте жұмыс істейтін мұғалімдерді тек президенттің өзі ғана жұмыстан босата алады. Бұл қатты құрметтелетін және жоғары жалақыға ие мамандық. Барлық кәрістер өлеңді жақсы айтады және сол себепті караокеге барғанды жақсы көреді. Кәріс халқы ішімдіктерге өте жақын, сол себепті аптасына кем дегенде бір рет жақындарымен түнгі клубтарға немесе барларға барып көңіл көтеріп тұрады. Ал енді басты сұрақ: кәрістер неге сұлу әрі жас көрінеді? Оңтүстік Корея пластикалық операция бойынша әлемде бірінші орында тұрады. Оның себебі кәріс қыздарының көпшілігі кеудесі кішкентай, ал бөксесі жалпақ келеді. Сондықтан Кореяда пластикалық хирургия жақсы дамыған. Мектеп бітіріп институтқа барған соң көптеген қыздар сыйлық ретінде мұрнын немесе басқа жерін түзетіп алады. Сонымен қатар кәріс қыздары терісін, шашын мұқият күтіп, ақылға қонымсыз косметикалар мен косметикалық құралдарды пайдаланады. Олар көшеге макияжсыз шықпайды. Тіпті сұлулығы жасанды болса да, көбі кәріс қыздарын әдемі есептейді. Өз ойым, дүние жүзі бойынша ең әдемі қыздар және ең сымбатты жігіттер ол қазақтың ұл қыздары. Және ондай жасанды сұлулыққа еліктеудің мүлдем дұрыс емес екені анық. Осымен бүгінгі видео аяғына жетті. Видео ұнаған болса, каналға жазылып лайк басып кетіңіз. Комментарияға сізді Корея жайлы қай мәлімет таң қалдырды жазып кетіңіз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.